Эйтон, тоқта. 15 минуттан кейін Лейн Бенджиді өлтіреді. Біздің міндетіміз синдикатты жоқ қылу. Ондағы ақша Лейннің қолына түссе, біз лаңкестік ұйымды уысымыздан шығарып аламыз. Ол мені тірідей ала алмайды. Айтқаным айтқан. Егер қайтып келмесең не істейміз, Эйтон? Қайтып келем, Брент. Дайын болыңдар. Амансыз ба, премьер-министр? Хабарламаны көріп отырсаңыз, демек синдикатты қолдауды ұйғардыңыз деген сөз. Бұл диск сіздің 2,4 миллиард фунт стерлингке қол жеткізуіңізге мүмкіндік береді. Ол дегеніңіз синдикаттың әлі ондаған жылдар бойы жасырын әрекет етуіне жағдай туады деген сөз. Бұл қаражатқа рұқсат алу нұсқаулықтары мынандай. Құрыған жеріміз осы, Хант мырза. Ақырын. Бір келі жарылғыш бар. 500 мың шардан тұратын 30 калибрлі бытырамойн тірек. Досыңызға сезгіштігі аса жоғары. Жарылғыш орнатылған, сондықтан артық қимыл жасамайық. Тағы бір сынақ. Лейн дегеніне жетеді. Ал мен екеуіңді өлтірем. Әйтпесе, мұндағылардың бәрі мерт болады. Ойлануға уақыт жоқ. Отыр. Адамдардың табиғаты менің сүйікті қаруым. Үнтаспа дүкеніндегі сатушы қызды өлтірген соң мен сені... Мені табу үшін аянып қалмайтындарыңды білгем. Ильзаның шарасыз екенін де білдім. Тұтқындалған күні ол сені азаптар мед? Әлде жібере салар мед? Мароккаға жіберер мед? Әлде соңынан қуып жетер мед? Этлиге барар мед? Әлде бармас мед? Сен қазір дәл осы жерде жолығатынымызда білдің ғой. Солай ма? Шыны керек. Мен де білдім. Мен сені түсіндім. Сен кім екеніңді ұмытып, осы жолға түстің. Адамның өмірі құнсызданды. Бәлкім сен бағаламаған шығарсың. Мәселе онда емес. Сен бейгүнә адамдарда бұйрықта кім? Не үшін береді деп ойланбастан қынадай қырдың. Сен өзіңді кінәлаудың орнына қарамағында қызмет ететін жүйені кінәладың. Сен кек алуды көздедің, алайда Римді бір күнде қиратқан ешкім жоқ. Саған көмек керек болды. Ақша, қыруар қаржы керек болды. Оны иелену үшін сен ештеңеден тайынбайсың. Флеш-карта қайда? Флеш-карта қайда? Ойын ойнағың келіп тұр ма? Ойнайық. Бенджидің бостандығы үшін $50 миллион ұсынам. Бенджиді жібересің. Қаражат аударылды. Флеш-карта қайда? Итан, флеш-карта қайда? Сен оны көріп тұрсың. Флеш-карта мұна мен.
Мен 2,4 миллиардқа жететін қаржыны есме сақтап алдым. Бомба жарылса, саған ештеңе бұйырмайды. Бұл ақша болмаса, сенің құның көк тиын. Менсіз ештеңе істей алмайсың. Біліп қойлайын. Мені көлгірсіп отыр, достарын өлімге қимайды деп ойлап тұрсың, білем. Флеш-картаның ішіндегіні есте сақтап алуы мүмкін емес дейтін шығарсың. Оны тексерудің бір-ақ жолы бар.